Наурыз туралы аңыз. Ертеде солтүстіктің түнерген тауында бір кәрі шал Боран өмір сүріпті. Оның екі қызы мен немересі болыпты. Кәрі Боранның немересіне көңілі жібімепті. Ол ерекше сұлу, өте мейірімді әрі көңілді қыз екен. Немере қызы таудан түсіп келе сала, қарлар еріп, гүлдер жайқалып, оңтүстіктен құстар ұшып келеді екен. Бір күні Боранның немере қызы күннің мұңын кездестіріп, олар бір-біріне бір күлкеннен ғашық бола қалыпты. Оны естіген атасы Боран қатты ашуға беріліп, жерге үлкен ызғарды жіберіпті. Оның соңынан кіші қызы Боранды жіберіпті. Немересін теңіз патшасы ағасына жасырып қойыпты. Боранның қыздары жер бетіне сұмдық жағдай қалыптастырыпты. Қатты ызғардан құстар үсіп кетіпті. Ал Боран қарды тау қылып үйіп тастапты. Ақсақалдар ақылдаса келе, қызды құтқару үшін Наурыз атты батырды жіберуге шешеді. Наурыз өзінің қарымды жүйрік тұлпарына мініп, қызды іздеуге аттанады. Боран өзінің інілеріне Наурыз батырды тоқтатуды бұйырады. Бірақ Наурыз батыр өзінің ержүректілігінің арқасында патшалықты жеңеді. Дәл сол сәтте өзінің нұрын шашып, жарқырап күн шығады. Бұл теңіз тұңғиығынан жылтылдап қарап тұрған немере қыз еді. Бірден қар еріп, құстар сайрай бастайды. Бақтар құлпырып, гүлдейді. Сол сәтте Боранның қыздары солтүстікке қашып жөнеледі. Атасы Боран да қашып тығылады. Ал адамдар болса, Наурыз батыр мен қызды көріп, Наурыз келе жатыр деп айқайлайды. Міне, Наурыз туралы осындай аңыз бар екен.